Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзім үнемі қолданып жүретін пирожкидің рецептісімен бөлісемін. Арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Тұз және қантымызды, сосын осындай менде құрғақ аштығы бәрін қосып, жақсылап араластырамыз. 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Менде 20 минут өткен соң осындай көпіршіктер пайда болды. Енді араластырып, үстіне өсімдік майын қосамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай қолға жабыспайтын жұмсақ болады. Енді жылы жерге 45 минутқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Салмасына менде картоп пюресі. Картопты алдын ала қайнатып, езіп, тұз және сүт қостым. Не осылай 2 есе ұлғайған қамырымызды ыдысынан босатып, видеодағыдай дөңгелектер жасаймыз. Өлшемін өз қалауыңызша, үлкенірек болғанын қаласаңыздар, сәл үлкенірек жасайсыздар. Қамырларымыздың бәрін осылай дөңгелектеп алдық. Енді бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан соң тынған қамырымызды оқтаудың көмегімен, егерде жабысып жатса, кішкене ұн сепсеңіздер болады. Дөңгелек етіп жаямыз. Енді қамырларымызға салмасын салып, шектерін қаттырақ бекітеміз. Қамырымызды дайындап алдық. Беті кеуіп кетпес үшін сүлгі жабуды ұмытпаңыздар. Енді отқа майымызды қойып, майымыз қызғанын тексереміз. Қызғаннан соң барып, пирожкимізді салып пісіреміз. Майымыз қатты қызып алған соң, отын кішкене бәсеңдетеміз. Егерде қатты қызған майға пісірсеңіздер, арасы шикі болып қалады.
Видеодағыдай қамырымыз қызарғанша екі жағынан аударып отырып пісіріп аламыз. Піскен пирожкиларымызды майын сорғытып, осылай ыдысымызға алып аламыз. Осымен өте оңай жасалатын және арасы шикі болмайтын пирожкиларымыз дайын. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше.